Қазіргі таңда жақын 10 жылдықта іштен жану двигательдері, мобильді машиналардың негізгі құрылымдық агрегаттары болып қала береді. Пайдалану шарттары мен жұмыс істеу режимдері бойынша авиациялық, тракторлық, автомобильдердің, су кемелерінің, арнайы техникада қолданылатын іштен жану двигательдері бір-біріне қарағанда күрделі құрылымдық айырмашылықтары бар. Сондықтан да әртүрлі типтегі двигательдерге қолданылатын майлар сенімді, үнемді және ұзақ мерзімде жұмыс істеу керек. Қандай жағдайда болмасын, мотор майларын пайдаланған кезде төмендегідей техникалық талаптарға жауап беру керек. Біріншісі, двигательдің барлық жұмыс режимінде май үйкелетін, салқынданатын беттерге жету керек. Екінші, үйкелетін беттерде май коррозияға ұшыратпау керек және жоғары температурада күйе пайда болмау керек. Енді жалпы бүгін сіздермен, құрметті студенттер, қысқаша автомобиль двигательдерінде қолданылатын май туралы, майдың тұтқырлығы туралы әңгіме жүргіземіз. Енді қандай да болмасын, автожүргізуші май ауыстыратын уақытта үлкен бір сұраққа келіп тіреледі. Ол қандай сұрақ? Ол сұрақ былай: қандай май алуым керек? Ол майдың сапасы қалай болады? Ол майдың жұмыс істеу мерзімі қалай болады? Оның үстіне бағасы осындай күрделі сұраққа келіп тіреледі. Енді жалпы бұл сұрақтың жауабын әр автожүргізуші өзі шешеді. Себебі шүкір қазір мына біздің Қазақстандағы авто базарда бүкіл әлемдік брендтар болсын, бүкіл жаңағы май өндірушілердің барлық май өнімдері сатылып жатыр. Оны Google-дан болсын, YouTube-дан болсын, интернет дүкенінен болсын тауып аласыздар. Бірақ та автожүргізушіге мынандай бір техникалық кеңес жүргіземіз мінекей. Қайсы бір автомобиль болмасын, автомобильдің барлығында мына сервистік кітапшасы болады. Сол сервистік кітапшада автоөндіруші осындай майды сол автомобильдің қозғалысына қолдануды ұсынады. Міне сондықтан да біз ең бірінші назар аударатын нәрсе осы сервистік кітапшадағы автоөндірушінің автомобильдің жаңағы ұсынылған майды қолдануымыз керек. Енді қолдану барысында біз не білуіміз керек майда? Жалпы жаңа айтып кеттім, қазір бізде мына автобазарда жаңағы двигатель қолданатын майдың алуан түрі бар, брендтар да бар, басқасы да бар. Бірақ та мен сіздерге мынандай қысқаша түсіндіре берейін. 10 жылдан бері өзімнің автомобилімнің қозғалтқышына Shell майын қолданамын, Shell Helix майы. Shell Helix май бұл әлемдік деңгейдегі май. Қазақстанның жаңағы барлық өңірлерінде, Қазақстанның жаңағы май сату базарында бұл алғашқы орындардың бірін алады. Енді Shellдің басқа майдан айырмашылығы, жаңағы артықшылығы, кемшілігі мен тоқтамайым. Shellдің мен өзі не үшін қолданамын Shellді? Соған тоқталайын. Мынау Shell майы, Shell Helix H8 майы. Бұл нені білдіреді? Біз май алған кезде, ең әуелі біз осы майда жазылған нұсқаулықты, техникалық нұсқаулықты жақсылап білуіміз керек. Құрметті жаңағы біздің тыңдаушыларымыз. H8 деген бұл синтетикалық май. Бұл май бензинді, дизельді, биодизель двигательдерге арналған, газ баллонды двигательдерге де қолдануға болады. Енді бұл майда fuel economy деген присадка бар. Бұл үнемділікті арттырады біріншіден. Және де майға кішкене сипаттама беретін болсақ, IPS Азия жаңағы әлемдік сапалық классификацияға сәйкес келеді. IPS оның өзінің американдық сапалық классификация, ал Азия бұл A3, A3 B4 бұл еуропалық сапалық жаңағы классификацияға сәйкес келетін май. Енді жалпы майға түсініктеме беретін болсақ, сұрақты бар. 5W30 ба, 5W40 ба, басқа да жаңағы цифрлық мәндерін нені білдіреді дейді.
бұл майдың жаңағы тағы бір ерекшелігі айта кететін нәрсе. Мына қалалық режимде стоп-старт дейді ғой, жүресіз, светофор тоқтайсың, жүресіз, светофор тоқтайсың. Вот сол режимге де жақсы бейімделген май болып есептелінеді. Енді майда жаңағы сандық белгілеуі бар. Бұл нені білдіреді? Сандық белгілеу. Осыған мен қысқаша тоқталайын сіздерге. Мына 5 деген сан не? Бұл нені көрсетеді? W ағылшын әрпі нені көрсетеді? Мына 30 деген сан нені көрсетеді? Бұл жерде тұрақты болуы мүмкін, 15 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін, 40 болуы мүмкін, тағы басқа сандар тұрады. Бірақ та осылай бұл жаңағы қойылатын техникалық талап, бірінші сан болады, одан кейін W, одан кейін міне екінші тағы сан көрсетіледі. Мына сызықша тереден кейін. 5 деген сан майдың күннің салқында, аязды күнде аязға төтеп беру сандық көрсеткіші. Бұл сан төмендеген сайын, жоғарыдан төмендеген сайын, мысалы 10, 5, мысалы 2, 0 деген не мысалы. Төмендеген сайын майдың тұтқырлығының төменгі температура төзеп беретіндігін білдіреді. Міне бірінші сан. Екінші әріп W, ағылшын тілінде бұл winter деген сөзден алынған, winter деген қысқы деген, қыс дегенді білдіреді. Бұл май тек қана қыс айында емес, бұл бүкіл маусымдық май болып табылады, шыл хеликс. Мына W деген әріп болатын болса, не тек жалғыз хеликс емес, барлық майдада мына W әрпі қыс мезгіл дегенмен бұл әмбебап май болып табылады. Екінші мына 30 сан дегеннен, 30 деу мүмкін, 40 деу мүмкін, 60 деу мүмкін, бұл нені білдіреді? Мысалы, мына автомобиль двигателіндегі түп мойындары, шатун мойындары, индивидуалдық түп мойындары, шатун мойындары, таратқыштылықтың түп мойындары, мысалы, қатты үйкелуден қызады. Түсінікті ме? Сол қызған кезде, сол жерге қысыммен барған май жұқа пленка түрінде барады. Жұқа пленка түрінде сығымдалып барады. Түсінікті ме? Вот сол пленканың бұзылмауын, сол пленканың сапалы майланып тұруын көрсететін сан болып табылады. Мінекей. Осылай біз расшифровка істелінеді. 5W30 деген. Енді май ауыстыру қанша километрдан кейін маусымдық ауыстыру кезінде ауыстыру керек пе, оған толық тоқталмаймын. Жалпы міне осы синтетикалық шил майының қысқаша сипаттамасы. Енді жалпы қандай да май болмасын, двигательге қолданатын майдың түсі мөлдір болу керек, қызғылт сары түсте болу керек, және ыдыста өзінің дайын ыдысында осылай сатылады мінекей упакованный түрде. Сол түсін көрсетейік мінекей. Мөлдір, қызғылт сары түсте болады, міне осылай түсте біз майдың жалпы қойылатын талабы осы. Бірақ та ең негізгі жаңағы қолданатын керек талап бұл тұтқырлығы болып табылады. Енді мына жерде синтетик май мінекей, шил майы. Екінші май айтатын май. Бұл міне стандарт майы, стандарт маркасындегі май, бұл Ресей өнімі болып есептелінеді. Бұл орта жүк көтерімділігі және жеңіл автомобильдердің дизельді, бензинді және газ баллонды двигательге арналған. Бұнда да сол мінекей расшифровка істеген кезде мынау жаңағы төменгі температураға төтеп беру санды көрсетеді. Жаңа айттым ғой, қараңыз мінекей. Шилда 5 төмендеген сайын, 0-ге жеткен сайын, жоғарыдан төмендеген сайын майдың төменгі температураға, қатты аязға төтеп беру жаңағы қасиетін көрсетеді. Соны анықтайтын сан болып есептелінеді. Мұнда 15, мына жерде 5 тұр мінекей. W жаңағы winter дегенді білдіреді. Одан кейін 40, жаңа айттым, үйкелетін қызған детальдердің бетіндегі пленканың ұстау мерзімін, сапалы жаңағы көрсеткіштің көрсететін сан болып табылады. Көбінесе мына автожүргізушілердің арасында, автомобильдер арасында бұл бірінші сан төменгі температураны көрсетсе, екінші сан жаңағы жазғы мезгілде, жазғы температура деп айтады. Ол олай
сондай түсінік бар, бірақ ол олай емес. Жаңағы негізін айтқанда, міне айтып кеттім, жаңағы пленканың ұстау жаңағы сапасын анықтайтын сан болып есептелінеді. Енді жаңағы алдыңғы май сияқты, шил май сияқты, бұл майда мөлдір сұйық болу керек, Қандай да бір канистрді ашқан кезде мынау жаңа дайындалып, алдын ашылып қойған канистрі, ал мұнда мінекей, осында бетінде фольгалық мінекей кішкентай несі болады, пломбированный пленкасы болады, осы міне тесіп алынады, циркулап алынғаннан кейін, міне осылай біз, бұл да міне майдың түсі, міне көрдіңіздер ғой. Қай маркеде болмасын, қай жаңағы сауда маркасы болмасын, барлық майға қойылатын түстік, сұйықтық талап осылай бұл қойылады, осылай қойылады. Енді осымен бүгін қысқаша түсінік май туралы түсінігіміз осы. Жалпы бүгінгі автомобиль двигателіне қолданылатын майлар туралы қысқаша түсініктемені қорытындылай келе, құрметті студенттер, сіздер автомобиль двигатель техникалық қызмет көрсеткенде, май ауыстырған кезде осындай техникалық сұраққа толық жауап беру үшін, техникалық майдың талаптарына дұрыс орындай білу үшін, біз сіздермен толығымен жаңағы майдың техникалық сипаттамасын жақсы игеруіміз керек.